Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздерге айран ұйыту процесін көрсетпекшімін. Ол үшін жылы сүтімізді осы 2 литрлік банкімізге құйып, алдыңғы айраннан алып қалған ұйытқымызды жақсылап араластырып, ішіне 2 ас қасық айранымызды саламыз сүтіміздің. Енді осыны орап, осылай жылы жерге 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Міне 4-5 сағат уақыт өтті, сүтіміз осылай үйіп, айран болып шықты. Енді оны ыдысымызға салып, сіздерге қалай ұйылғанын көрсетейін. Міне жақсылап араластырамыз. Дәмі өте керемет, тура қаймақ сияқты болып шығады. Міне. Әдемі керемет. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын.